Allahu Akbar, Allahu Akbar. Аузубиллахиминашшайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Құрметті мұсылман бауырлар, Құран інжілер дәрісінің бүгінгі жаңа түсірілімі Бақара сүресі 187 аяттың ішіндегі бір бөлігін алып сіздерге тәпсір қыламыз иншалла. Аузубиллахиминашшайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Хунна либасул лакум ва антум либасул лахун дейді. Мағынасы олар дейді, яғни әйел адамдар, яғни жұбайларың дейді. Либасул лакум, сендердің бір киімдерің іспетті дейді. Ва антум, сендер болсаңдар да либасул лахун, олардың да киімдері іспеттісіңдер дейді. Яғни киім деген, құрметті бауырлар, яғни осы тілдік мағынасына қарасақ, киім адамның денесіне ең жақын мата негізінде. Яғни адам киім кию арқылы өзінің ұятты жерін сақтайды. Басқа адамдардың алдында өзінің ұятты жерін сақтап жүреді. Яғни сондай бір адамның ар-абыройын сақтайтын мата адамның киімі. Яғни бұл жерде не үшін киім деп айтылып тұр? Киім іспетті деп айтылып тұр. Яғни адам, мысалы, мынау әйел болсын, ер азамат болсын, өзінің жаңағыдай жарының кемшіліктерін, жанұядағы кейбір келеңсіздіктерді, жанұядағы кейбір құпияларды сыртқа жеткізбеу, сыртқа жаймау. Яғни адам өзінің ар-абыройын қалай сақтағанды қалайды, өзінің жарының да ар-абыройын солай сақтауға тырысуы тиіс. Яғни өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Бірақ оны сіздің жақындарыңызға, бауырларыңызға, туыстарыңызға, достарыңызға айтудың қажет жоқ. Үйдің ішіндегі болып жатқан жағдайларды. Әсіресе мынау кей кезде болады, енді мынау әйел адамдар өзінің анасына, өзінің күйеу жайында жамандап айтып жататын кездер болады. Әрине ана болғаннан кейін, аналық мейлі болғаннан кейін оны әкесі естиді. Ол бәрі адамның сол ананың алдында, әкесінің алдында анау күйеу баласы сондай бір жеккөрінішті кейіпте көріну мүмкін. Сол үшін ондай бір жағдайлар болмас үшін әлбетте қандай жағдай болса да ол жанұяның ішінде қалуы тиіс. Әрине, егер ол бір зұлымдық жасалып жатса, ол басқа мәселе. Бірақ үйдегі ішкі кейбір мәселелер, ұсақ-түйек кейбір кемшіліктер, кейбір ұятты нәрселерді ол жанұя ішінде сақталуы тиіс. Міне, Құран аятында бізді осы нәрсеге шақырады. Мынау пайғамбарымыздың хадисінде келеді ғой. Мынау құпиялардың ішіндегі ең құпияны жария етудегі ең жаман нәрсе дейді. Ең жаманы, ең сорақысы ол әйелінің кейбір құпияларын сыртқа жаю дейді. Яғни әйелінің құпиясын жайған секілді күйеуінің де кемшіліктерін әйел адам жасыра білуі тиіс. Алла тағала баршамыздың жанұямызды берекелетсін. Жанұядағы кейбір кемшіліктер, кейбір құпиялар жанұяда қалса деймін.